сұрақ қояйық. Алғашқы сұрақ ретінде қаңтарда оқ атқан және оқ атуға бұйрық берген азаматтарды билік өкілдерін жауапқа тартуды талап етесіздер ме жаңа? Аман болыңыздар. Алла тағала елге тыныштық берсін. Біз әлі жұмысқа кіріскеніміз жоқ қой. Жоқ, енді кіріскеннен кейін әлі күнге дейін қаңтардың шындығы ашылған жоқ. Осы оқ атуға бұйрық берген азаматтарды жауапқа тартуды талап етесіз бе? Аман тілеймін сіздерге. Ардақ мырза, екінші сұрақ кейін жауап береміз. бір сұрақ қойыншы. Депутаттық сауалдар көтересіз бе, егер қаңтар оқиғасына қатысты? Кейін жауап береміз барлығына. Ардақ мырза, сіз депутат болған кезде әлеуметтік желіде пікір тарады. Рысбек Сәрсенбайға орнын берсе дұрыс болар еді деген секілді. Оқыдыңыз ба, таныссыз ба, және не ойлайсыз осы мәселе? Білмейсіз, е? Жалпы сайлау әділ өтті деп ойлайсыз ба? Әділ өткен шығар. Арман емес. Бірақ халыққа қызмет ету менің міндетім. Парламентке өткеннен кейін қандай нақты мәселелерді көтересіз өзіңіз? Бір жоспар бар ма? Жастар тәрбиелейміз. Қандай бағытта? Бұрынғыдай. Сіздер білесіздер ғой бізді. Жастар тәрбиелейміз, өйткені біздің болашағымыз жастар. Қалайша, қай бағытта Қазақстанның болашағы. Енді сол жастар тәрбиелейміз дейсіз.